Сәлеметсіз бе әріптес? Күнделік кезеттің жаңа үй тапсырмасына байланысты белгісін қып-қызыл болып қалған былай келтіреміз. Үй тапсырмасы дегенді басамыз. Алдымен қазақшаға мына жерін ауыстырып алыңыз. Сіздікі орысша тұруы мүмкін. Мен өзім қазақшамен жұмыс жасаймын. Ауыстырамыз. Үй тапсырмасын басқанда бізге мынандай бет шығарып береді. Осы жерде өзіңіздің атыңызды таңдай салсаңыз болады. Мысалы, мен өзімнің фамилиямды таңдаймын. Міне, болды. Енді мына жерге күнді тіркеймін. Жаңа тамыз айымен тұр. Мен 1 қыркүйекті қоямын да, мына жерге міне бүгінгі күнді қоямын. Сосын табу дегенді басамын. Сол кезде мына жерде менде барлығы тұр. Мына жерде менде қызыл болып жанып тұрады. Егерде мысалы қызыл болып жанып тұрса, міне менде барлығы жасыл болып тұр. Сіздердікі ол шетіндегі қызыл болып тұрады. Содан кейін мысалы қызыл болып тұрды деп ойлайық. Мысалы мына сөзді, бұны қызыл болып тұр деп ойлайық. Мен осыны басам. Мынаны басқан кезде мен сол бетім шығады, қызыл болып тұрған. Сосын күй деген жерден мынаны былай қойған кезде мынау жасыл белгіге боялады. Содан кейін қайтадан мына жаққа шығып кетем. Шығып кеткен кезде мына жерде әлі жасыл болып тұрады. Сіз қайтадан табу дегенді тағы бір басқан кезде мынау жаңарады, яғни обновляется. Жаңарған кезде мына жеріңіз қайтадан көк жасыл түске боялады. Енді барлығы дегенді қойып қоюға болады. Бұл жерге берілген үй тапсырмаңызды тексеруге болады. Барлығы дұрыс. Мен жерде үй тапсырмалары табылмады. Ары қарай берілмеген дегенді табуға болады. Бүйтіп осылай сіз қарап, аяқталғандар дегенді өстіп қарап, сіз жеке-жеке ішіңізде аяқталғанына тапсырманың бәрі аяқталған. Мен осылай парақтап көріп шыға аламын. Өзімде қай жерде аяқталмаған үй тапсырмасы бар, қай жерде берілмей кетті. Осылай неше бет бар, соның барлығын қарап шығамыз.